Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздерге бүгін құрамы қарапайым үйдегі бар заттармен жасалатын осындай әдемі печеньенің рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ыдысымызға бір жұмыртқаны, 100 грамм қантымызды, 1 шай қасық ванильді қантымызды, 50 мл сүтімізді және де осылай ерітілген 100 грамм сармайымызды салып жақсылап араластырамыз. Алдын ала елеп дайындалған 260 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып араластырып, дайын болған массамызға салып жұмсақ қамыр илейміз. Мұнда көрсетілген массадан артық қолданбаңыз, себебі печеньеңіз қатты болып қалады. Сіздерге арнайы үлкен ас қасықпен өлшеп қойдым, 15 ас қасық ұн болады. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады. Бетін салафанмен жауып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Енді ортасына салатын вареньемізді, яғни тосабымызды дайындайық. Ол үшін бізге міндетті түрде қою тосап болу керек. Оған 1 ас қасық ұнтақ жармасын, яғни манканы қосамыз. Тосабыңыз сұйық болса, сүзгіштен өткізіп, сұйықтығын бөліп алсаңыз болады. Қамырымызды дәл ортасынан осылайынан 2-ге бөлеміз. Егер көлемі кішілеу печенье керек болса, 3-ге бөлсеңіз де болады. Домалақтап 10 минутқа тындырып қойыңыз. Қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп, қалыңдығы 2 мм болатындай қылып жайып аламыз. Енді осы қамырымызды теңде 8 бөлікке бөліп шығамыз. Барлығының көлемі бірдей болу үшін қамырды тура ортасынан бөліп шығыңыз. Енді әр бөлікті видеода көрсетілгендей бірінші сызығын ұзындау, екіншісін сәл қысқалау қылып, осылайынан кесіп шығамыз. Каналымда басқа да рецепттер бар, осындай өте қарапайым заттардан жасалады. Кіріп көріңіз. 1 шай қасық тосабымызды дәл осылай кесілмеген жеріне ортасына қойып салып шығамыз. Қамырымызды осылайынан үстіне қойып шығамыз. Шетін кішкене басып жабыстырамыз. Қазір артылған жерін пышақпен алып тастаймыз, әдемі көріну үшін. Достар, ешқандай да қиындығы жоқ. Сол үшін міндетті түрде пісіріп жасап жеңіздер. Құрамы өте қарапайым және де жылдам жасалады. Дәл осылай екінші қамырымызды да жайып жасаймыз. Міне түрлер осындай әдемі болып шығады. Бір-бірінен сәл алшақтау қылып тізіп, 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Көлемі үлкен, 16 дана шығады. Мінекей біздің печеньеміз пісті. Өзі сондай тәп-тәтті, көлемі алақандай болады. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Каналымның өсуіне өз үлесіңізді қосыңыз. Подписаться дегенді басып, бірінші қоңыраушаны таңдап қойыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Гүлжанат. Сау болыңыздар.